Сәлеметсіздер ме? Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Келесі шығатын есеп жауаптарын жоғалтып алмас үшін каналымызға тіркеліп лүпіл басып қойыңыз. 54-ші сабақ, бірінші есеп. Бұл нысананың негізі қаланғаннан бастап ЮНЕСКО тізіміне енгенге дейін қанша жыл өткен? Шартын жазамыз. Қаланды 1396 жылы, енгізілді 2003 жылы. Қанша уақыт өткенін табу үшін енгізілген жылдан қаланған жылды азайтамыз. 2003-тен азайтамыз 1396-ны. Тең болады 607. Жауабы 607 жыл өткен. Келесі 5-ші есеп. Мектеп жанындағы бақтан 4 тонна 590 кг алма, 3 тонна 660 кг алмұрт жиналды. Алма әрқайсына 15 кг сиятын, алмұрт 12 кг сиятын жәшіктерге салынды. Шартын жазамыз. Алма 4 тонна 590 кг 15 кг-дық жәшікке саламыз. Және қанша жәшік болған есептейміз. Алмұрт 3 тонна 660 кг 12 кг-дық жәшікке саламыз. Қанша жәшік болған есептейміз. Және табу керек қанша жәшік артық екенін. Шешімі. Бізде бірінші өрнек берілген. 4 тонна 590 кг-ды бөлеміз 15 кг-ға. Тең біз 4 тоннаны килограммға айналдырамыз. 1 тоннада 1000 кг бар екенін білесіздер. Сонда бізде 4590 килограмм болады. Бөлеміз 15-ке 306. Бұл 306 жәшік алма шықты деген сөз. Екінші өрнек. 3 тонна 660 килограммды бөлеміз 12 килограммға. Тоннаны килограммға айналдырғанда 3660 килограмм болады. Бөлеміз 12-ге тең 305 жәшік алмұрт. Бұл бізде үшінші өрнек. Екеуін қосамыз шыққан мәндерін. 4 тонна 590 кг бөлінген 15, қосылған 3 тонна 660 кг бөлінген 12, тең болады 611. Үшінші өрнек бізде барлығын қанша екенін есептейтін өрнек көп табылады. Төртінші өрнек. Екеуінің мәнін азайтамыз. 306-дан азайтамыз 305-ті, тең болады 1. Жауабы 1 жәшік артық. Келесі 6-шы есеп А. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз. Музей кассасында 40 000 билет болды. Оның 8 000-ы балаларға, ал қалғаны ересектерге арналған. Балалар билеті ересектер билетіне қарағанда қанша есе кем? Шартын жазамыз. Барлығы 40 билет болды. Балаларға 8 000, ересектерге қалғаны қанша екенін табамыз. Және балалар билеті ересектер билетіне қарағанда неше есе кем екенін есептейтін боламыз. Шешімі. Ең алдымен 40 000-нан азайтамыз 8 000-ды, тең болады 32 000. Ол ересектерге арналған билеттер саны. Қанша есе кем екенін білу үшін 32 000-ды 8 000-ға бөлеміз. Тең 4. Жауабы 4 есе кем. Өрнек түрінде жазғанда жашаны ашылған 40 000, азайтылған 8 000, жашаны жабамыз, бөлінген 8 000, тең 4. Келесі Ә. Музей қоймасында әлі қойылмаған 40 000 жәдігер бар. Оның 8 000 үлкен қораптарға, ал қалғаны кішкентай қораптарға сақталған. Кішкентай қораптар әр сөреге 100-ден қойылды. Қораптар неше сөреге қойылды? Есептің шартын жазамыз. Барлығы 40 000 жәдігер. Үлкен қораптарда 8 000-ы, кішкентай қораптарда қанша екенін табамыз. Және жазып қоямыз. Әр сөреге 100-ден қойылды деп. Шешімі. Ең алдымен жазамыз. 40 000-нан азайтамыз 8 000-ды, тең 32 000 болады. Ол бізде кішкентай қорапта жәдігерлер саны. 32 000-ды бөлеміз 100-ге, тең 320 сөре. Өрнек түрінде жазатын болсақ, жақша ашылған 40 000, азайтылған 8 000, жақша жабамыз, бөлінген 100, тең 320. Жауабы 320 сөреге қойылған. Келесі 9-шы есеп. Егер текшелердің қабырғасының ұзындығы 2 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Шартын жазамыз. А тең 2-ге, N тең 21-ге. N дегеніміз текшелердің саны бірінші суреттегі. Шешімін есептейміз.
Бізде ең алдымен v1-ді табу керек болады. v1 тең a-ның кубы. 2-ні өзіне 3 рет көбейтеміз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 тең 8. v-ны табу үшін 21 текшені көбейтеміз 8-ге. v тең 21 көбейтілген 8 тең 168 сантиметр куб. Жауабы 168 сантиметр куб болады. Келесі есептен шартын жазамыз. Суреттің А тең 2 сантиметр, N тең 16. Көлемін табамыз. Бұл жерде тағы да v1-ді тауып аламыз. v1 тең a-ның кубы. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 тең болады 8. v-ны табу үшін v тең 16. Бізде 16 жаңағы суреттегі текшелердің саны. 16-ны 8-ге көбейткенде 128 сантиметр куб. Жауабы 128 сантиметр куб болады. Келесі 10-шы есеп. Халықаралық байланыс қоңырау үшін Болат 2820 теңге төлеуі тиіс. Болат 2 рет қоңырау шалып 5 минуттан сөйлесті. Телефонмен 1 минут сөйлесу құны қанша теңге тұрады? Шартын жазамыз. Төлеуі тиіс 2820 теңге, сөйлесті 2 рет 5 минуттан деп жазып қоямыз. Табу керек 1 минут қанша теңге кетеді. Шешімі: әуелі жақшаны орындаймыз. Жақшаның ішінде 2 рет 5 минут сөйлескенін көбейтеміз. 2-ні көбейтеміз 5-ке, тең барлығы 10 минут сөйлескен. 2820-ны бөлеміз 10-ға, тең 282. Жауабы 1 минут сөйлесу үшін 282 теңге керек екен. Келесі Арманның мобильдік байланыс тарифінің ақысы 100 минут сөйлесуге 1600 теңге, ал Әлияның тарифінің ақысы 120 минут сөйлесуге 2160 теңге тұрады. Кімнің тарифі тиімді? Шартын жазамыз. Армандікі 100 минутына 1600 теңге, Әлия 120 минутқа 2160 теңге. Шешімін жазамыз. Кімдікі тиімді екенін табамыз. Шешімін жазамыз. Ең алдымен Армандікін 1600 теңгені бөлеміз 100 минутқа, тең 16 теңге минутына шығады. Келесі Әлиянікі 2160-ты 120-ға бөлеміз 18 теңге минутына шығады. Сонда бізде Армандікі арзандырақ. Жауабы Армандікі тиімді, себебі минутына 16 теңге кетеді, ал Әлияда минутына 18 теңге кетеді. Демек, оныкі қымбаттырақ.